Айымгы Мысыр пирамидалары инсаниятты мың жылдардан бері таң қалдырып келатырған ұлы имаратлардан бірі. Олар біздің эрамызға шекемгі 26 әсірде, яғни шамаменен 4500 жыл алдын құрылған һәм қазіргі күнде де өзінің ұлылығын сақлап қалған. Ең белгілілері Гиза платосында жайласқан Хуфу, Хафра һәм Менкаура пирамидалары болып, олар Мысыр цивилизациясының ең жарқын белгілеріне айланған. Пирамидалар негізінде не үшін құрылған хақында тарихи деректер анық жауап береді. Олар фараонлар үшін арналған үлкен мақбаралар еді. Мысырлылар фараонларды Құдай менен байланыслы тұлға деп білген. Соның үшін олардың денесі мәңгі сақлануы һәм рухы аспанға көтерілуі керек деп сенген. Хуфу пирамидасының тәріптері дерлік толық дәрежеде арқа, құбла, батыс, шығысқа қарағанын ғалымлар анықтаған. Бұндай анықтық әлбетте бүгінгідей заманауи технологиялар болмаған дәуірде әмелге асырылғанлығы таңғаларлық.